Отбасыларыңызды ерекше кешкі аспен қуантып, осындай стейк дайындап берсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен стейкке арналған еттеріміздің барлық шеттеріне тұзды жағып шығатын боламыз. Содан соң оның бетіне қара бұрышты сеуіп шығамыз. Содан соң сұйық май мен сарымсақты үкіштен өткізіп араластырып, үстіне розмарин дәмдеу үшін салып жібереміз. Және оны еттің беткі бөліктеріне жағып шығатын боламыз. Және бір қызанақты да үкіштен өткізіп езіп алып, оны да етке жағып шығатын боламыз. Осымен біздің маринадымыз дайын болды. Енді етті пищевая пленкаға орап, кемінде 4-5 сағатқа тоңазытқышқа қалдыратын боламыз. Стейкті батырып жеуге соус дайындау үшін осында кез келген томатный соусты алып, ішіне тұз, бұрыш және өздеріңіз қалауларыңызша көк шөп салып араластырып жесеңіздер болады. Стейкті ең алдымен тапаға салып, екі шетін қызартып аламыз және духовкаға 180 градуста 40 минут 1 сағат аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді кешкі